соны кім жуады? Кім жиіркенбей жуады? Бала жуады. Бала не үшін өмір сүрдік біз? Сені, мені әке-шешем не үшін оқытты, не үшін адам қылды, не үшін тәрбиеледі? Өлгенде ең соңғы сапарында жумасақ біз кімбіз, айтшы? Құдаға, достарына, біреуге сен жу деп қашанғы жалынамыз? Олар келіп мен жуам деген историяда болмаған. Тарихта, адамзат тарихында. Егер жуам десе бопты, бірақ бала жуады. Бірінші ереже тұрады. Ең жақыны деп айтылады. Ең жақыны кім? Қызға шешесі, әйелге қызы, еркекке баласы. Бірақ майда 11, 12, 13-тегі балалар жуудың керегі жоқ. Олар өзін әрең алып жүр. Бірақ бала ақыл тоқтатса, мен өзім жаназаға имам ретінде барсам, баласын шақырамын. Кейбір кезде баласының өзі жуғысы келмейді. О деп, енді өзің білесің деймін. Бірақ айту парыз. Сен жумасаң ешкім жумайды. Сондықтан балаға жудырдамыз. Мен өзім отырамын. Сондықтан солай болу керек. Ал ананың мысалы қызы болмай мысалы келіні жуса қалай болады? Болады. Бірақ мәселе қаралады, келіні қаншалықты келін бола білді, соған қарайды. Егер ол келін енесімен жақсы сыйласқан болса жуылады. Онда бауырлары рұқсат беру керек. Егер келін менен ене екеуі былай төбелесіп арасына шығып жүргендер болса, ортасында баласы, бала боламай келіннің ортасына орнын қоя алмаған болса, онда оған жудырудың керегі жоқ. Кіргізудің керегі жоқ. Менен сұрайды, бір бала келіп, папам қайтыс болды, папамның маңдайынан сүйейінші дейді. Мен айттым, тірісінде сүйіп пе едің дедім, өмірінде дедім, жоқ дейді, онда саған сүйіп болмайды. Тірісінде әкесін сүймеген бала өлгенде сүймей ақ қойсын. Не үшін сүйесің? Тірісінде сыйласпасаң, өлгеніңде жыласпа деген атамыз қазақ. Сондықтан тірісінде жасаңыздар. Тірінде ата-анаңды сыйла, қолын жу, аяғын жу, тырнағын алып бер, басын сипа, басына құшақтап жат, ертең арман болады сол. А сол жасамағаннан кейін өлгеннен кейін жылап, оны сен жу, мен жу деген бола ма? Болмайды. А егер өзі кірмей тұрса, оны қинамау керек балаңды.